Құрметті көрермен, хабар басталмас бұрын каналға тіркеліңіздер. Бүгін көретіндеріңіз балаға қандай белгілер әкеден және қайсысы анадан берілетіндігі туралы. Олай болса, назар аударайық. Егер сізге біреу анаңыздың аузынан түсіп қалғандай деп айтқан сөзін естісеңіз, бұның жалған мәлімдеме екенін біліп қойыңыз. Негізінде біз, әсіресе әйелдер, анамыздан гөрі әкемізге ұқсаймыз. Бала туылғанға дейін әкенің өмір салты, оның тамақтануы мен әл-ауқаты, туылмаған нәрестенің денсаулығының негізін қалайды деген болжам бар. Сондай-ақ болашақ нәрестенің жынысы әкесіне байланысты болады. Генетиктердің айтуынша, әдетте адамда әрбір жасушада 23 жұп хромосома болатыны белгілі. Жалпы саны 46. Егер Y хромосомасы бар сперматозоид пен жұмыртқа кездессе, онда ұл бала. Ал X хромосомасы бар екі жыныс жасушасы болса, сәйкесінше қыз болады. Оның үстіне, егер ер адамның отбасында көп ағайынды болса, онда оның ұлдары көп болады. Ал туған қарындастары мен апалары көп болса, сәйкесінше қыздары көп болады деген сөз. X хромосомасына қарағанда Y хромосомасында әлде қайда аз ген қамтылған. Сондықтан ұл бала өзінің сыртқы келбетінің ерекшеліктерін көбінесе анасынан алады және соған ұқсайды. Қыздарға келетін болсақ, олар X хромосомаларын екі ата-анасынан да алады. Сондықтан олардың сыртқы келбетін алдын ала болжау мүмкін болмайды. Балаға қандай белгілер әкеден және қайсысы анадан беріледі? Баланың сыртқы келбет белгілеріне X хромосомасы жауап береді. Көздің түсі, терінің түсі, шаш түсі, бойы немесе басқа ерекше белгілер сияқты сыртқы сипаттамалар ата-анадан балаға берілуі мүмкін. Мұның бәрі әке мен анадан берілетін доминантты гендерге байланысты. Көбінесе балалар ата-анасынан мұрын ұшының пішінін, ерін айналасының аймағын, бет сүйектерінің мөлшерін, көздің қиықтары мен иек пішінін ала алады. Бет әлпетті тану кезінде бұл аймақтар негізгі бөліктері болып табылады. Сондықтан бет жүздері бірдей адамдар бізге өте ұқсас және тіпті бірдей болып та көрінеді. Әдетте баланың ДНК-сының 50% анасының, ал қалған 50% әкесінің гендері құрайды. Жүкті әйелдің денесі ұрықты жартылай бөтен организм ретінде таниды. Өйткені еркек гендер әйелдерге қарағанда агрессивті болады. Жүктілік кезінде анасы баланы құтқару үшін кейде өзіне зиян келтіріп, агрессивті әкелік гендерге төзуіне тура келеді. Ғалымдардың зерттеуінше ана гендерінің 40%, ал әкесінің 60% гені белсенді болуы мүмкін. Соған қарамастан нәрестеге қандай белгілердің әкесінен, қайсысы анасынан берілетінін анықтауға болады. Интеллектке жауап беретін гендер X хромосомасында. Сондықтан аналар ақыл-ой қабілетін ұлдарға бере алады. Қыздары ақыл-ой қабілетін ата-анасының екеуінен де ала алады. Алайда, ана интеллектісінің шамамен 40%-на ғана иемденеді, ал қалғанын балалар тәрбие нәтижесінде алады. Сондықтан өз бетіңізбен жұмыс істеудің орнын еш нәрсе алмастыра алмайды. Егер әкесі стоматологиялық клиникаларға жиі келуші болса, онда бала да тіс дәрігеріне жиі баратын болады. Тістердің мөлшері мен пішіні, сондай-ақ жақтың құрылымдық ерекшеліктері ата-ананың кез келгеннен тұқым қуалауы мүмкін болса да, көбінесе әкенің гендері басым болады. Каналға тіркелгеніңіз үшін рахмет, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырып бөлісіңіздер.